Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Ертеде ұлы жүздің бір жігітіне атастырып құда түсіп қойған орта жүздің бір қызы арғынның жігітімен қашып кетеді. Екі ел арасында жесір дауы басталады. Бірінің бірі жылқысын барымталап кетеді. Төбелес, жаңжал шығады. Екі жақтың кісілері Төле би мен Қазыбекке жүгінеді. Қазыбек: аға болып алдымен туасың, барымталап жылқымды қуасың десе, Төле би оған: артымнан ерген еркемсің, ағаңның көз тірісінде жеңгеңді неге ертесің деп өкпе артады. Екеуі ұзақ сөз жарыстырады, бір мәмлеге келе қоймайды. Сонда ортадан Әйтеке би тұрып: сабыр етіңдер ағайын, ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар, ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Төле сен жылқысын қайыр, Қазыбек сен жесірін қайыр деп екеуін келістіріп қол алыстырыпты. Ел Әйтекенің бұл билігіне риза болып, екі жағы бітімге келіп тиышталыпты. Ел аузында Әйтеке жарып айтады, Қазыбек қазып айтады, Төле тауып айтады деген ұлағатты сөз бар. Әділ сөйлеу, ойды шегелеп нақты жарып айту, батырлық пен батылдықтан, даналық пен білімпаздықтан туады. Кесек бітімді кемеңгер, сөзі жібекті есілген Әйтеке би, жеті жарғыны жасаушылардың бірі һәм хан кеңесінің мүшесі болған. Айыр тілді шешеммен жоңғар ханы Қалдан Бошақты турасындағы бір аңыз былай шөрледі. Жоңғар ханы Ресей мен Қытайдан оқ-дәрі мылтық сатып алып, мұздай қаруланады. 1681-1683 жылдарда қазақ жерінде ойран салып, елдің берекесін құтын қашырады. Содан Әйтеке би 5 қаруын асынып, нар тәуекел деп жорыққа шығады. Бірақ Қалдан Бошақтыны жекпе-жекте суық қарумен емес, 8 қырлы семсер сөзімен сүріндіреді. Сонда Қалдан Бошақты: Әйтеке, мен неше атамнан бері ханмын деп сұрайды. Тілімірдің оғындай Әйтеке би іркілместен: әкең шынжыр балақ шұбар төс хан болғанмен, негізің сенің құл. Себебі шешең сені есігіндегі жалшыдан туған. Бермен қарай беттеп, жүріп келе жатқанда артыңа жалтақтап 3 мәрте қарадың. Арыстан артына қарап, ақырмас болар. Тексіздігіңді тағы білген себебім, маңдайға біткен сүйікті ханымыз ет деп, сіздің жақтың бірде біруі орныңызға мен барайын деп ілтипат жасаған жоқ дейді. Амалы таусылып, мысы басылып, жігері құм болып шарасыздыққа ұшыраған Қалдан Бошақты: мына астымдағы сымға тартқан күмістей қанатты тұлпарымды сынап берші дейді. Сонда Әйтеке би: мұның нағыз тұлпарға 3 қайнаса сорпасы қосылмайды. Есекке шатысы бар екен. Тұрпатына, төзімділігіне зейін аударыпсың, қолың кезінде ене сөйліп, сарттың саудагер есекке телеген екен. Әлгінде кісінегенде бақырған есектей дауысын шығарып, екі бүйірін солқылдатып, үні тарғылданып шықты. Ал шынайы тұлпар дауысын қоңыраудай сыңғырлатып, үзілтіп, әсерлі қайырып кісінейді дейді Әйтеке би. Сонымен Әйтеке бидің біліктілігі мен көшелігіне қайран қалған Қалдан Бошақты жеңілгенін мойындаптымыз.